Бірінші есеп. Екінші нұсқа 8 сыныпты жоба. Кестеде 15 жастағы оқушылардың бойларын өлшеу нәтижелері көрсетілген мәліметтер бойынша жинақталған жиілікті табыңыз дейді. Міне, оқушылардың санын қосып шыға саламыз. Номер бірінші есеп. Сонда 20 қосылған 30 қосылған 35 қосылған 45 қосылған 50 қосылған 60. Мына екеуі 100-ді береді. 180. 180-ге 60, 240 деген сөз. Сонда 240-қа тең деген сөз бізде. Екінші есеп. Y тең 3x 3 көйтілген x квадрат азайтылған 5x қосылған 2 функциясының графигі a 2-де 7 нүктесі арқылы өте ма дейді. Сонда x-ің орнына 2-ні, y-ның орнына 7-ні қойып есептейміз. Егер 7-ге тең болса, y-іміз сонда өтеді деген сөз. Номер екінші есеп. Берілгені y тең 3x квадрат азайтылған 5x қосылған 2 тең. Бізде 3 көбейтілген x-тің орнына 2-ні қоямыз. Сонда 7 шығу керек. 2-нің квадраты азайтылған 5 көбейтілген 2 қосылған 2. Квадраты 4. 4-ті 3-ке көбейтсек 12. Азайтылған 10 қосылған 2. Тең 2 шығады, 4 шығады. Сонда тең емес. Сонда 4 тең емес 7-ге. Міне, 7 шығу керек еді. Сонда өтетін еді. Жауабы өтпейді. Үшінші есеп. Y тең минус x квадрат қосылған 3x азайтылған y функциясы функциясының графигі OY өсін қияма жауаптарын негіздеңіз дейді. Функциясының OX өсімен қылысу нүктесін табыңыз дейді. Берілген функцияның параболасының төбелерін анықтаңыз дейді. Келесі графигін салыңдар дейді. Ал кеттік, анықтайық. Үшінші есеп. Номер 3. Берілген функцияны жазып алайық. Y тең минус x квадрат қосылған 3x азайтылған 2. Енді осы функция біріншісінде бізде OY өсін қияма дейді. А варианты. X тең 0 болады. Қию үшін. Сонда бізде мәнін анықтаймыз. X-тің орнына 0-ді қойып есептейміз. Y тең минус 0-дің квадраты қосылған 3 көбейтілген 0 азайтылған 2. Тең бізде 0, 0, минус 2. Сонда жауабы бізде 0 болғанда минус 2 нүктесінде қияды деген сөз. Келесі В. В вариантында бізде сұрап тұр. Y өсімен қылысу нүктесі. Ол деген сөзіміз Y тең 0 деп аламыз бұл жерде. X-ті тауған кезде. Сонда минус x квадрат минус 3x минус 2 қосылған тең 0 деп аламыз. Дискриминант шығарамыз. D тең. Мына жерде біздегі 3-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 2 көбейтілген минус 1. Сонда 8, 9. 9 азайтылған 8 тең 1. X1 2-ні анықтаймыз. Формула бойынша. Мына жерде плюс боп тұр, формулада минус бар. 1. Дискриминанттан 1 шығады бәрібір. Сонда 2 көбейтілген минус 1. А-ның орнында бізде минус тұр ғой. Сонда x1-іміз, былай жазылық, минус 3 плюс минус бөлінген қосылған 1 минус 2-ге. x1-іміз, ол деген сөзіміз, минус болған кезде минус 4, минус 4-тегі минус 2-ге бөлсек 2. Ал x2-іміз қосқан кезде минус 2, минус 2-ні 2-ге бөлсек 1. Сонда 1 мен 2 деген сөз. Жауабы бізде
2 болғанда 0 және 1 болғанда 0 деген сөз. Келесі үшіншісінде бізде берілген функцияның параболасының төбесін анықтауымыз керек. Ол деген сөзіміз С варианты. Бізде М және N нүктесі формула. М деген сөзіміз бізде минус В бөлінген 2А. Сонда 3. Біздегі 3 мәні, сонда 2 көбейтілген минус 1. Жауабы 1,5-ке тең. Сонда М нүктесі 1,5. N тең. Ол бізге дискриминантты бөлеміз. D тең 4А. 1 шықты. 4 көбейтілген А-ның орнына минус 1. Тең. Бізде формулада минус бар ғой. Сонда 2 плюс болады. 4-ті 1 бөлінген 4 немесе 0,25 деген сөз. Жауабы бізде М бірінші жазылады 1,5. X-тің мәні 5 кен 0,125. Жаңа біз таптық. Тапқан кезде төбелері 1,5 пен 0,125 болды. Бұл деген сөзіміз шамамен 3 нүкте белгілейінші мына жерде. Мына жерде 1 болсын, 2 болсын, 3 болсын. Сонда 1,5-тен 0,125. Ол деген сөзіміз мына жерде 0,25, мына жерде тұрды. Шамамен. Сонда төбесі осы деген сөз. Келесі 2 болғанда 0, кен 0 болғанда 1 деген нүктесі бар. Мына нүкте мен мына нүкте. Кен тағы 0 болғанда минус 2 деген нүктеміз бар. Сонда мына жеріміз минус 2. Осы нүктелерді қосып шықсақ, бізде шамамен параболаның сурет шығады. Жаңа тапқан сандарымызды қойып істей салдық. Мына жерде 1 бар. 1 минус 2 дек. 1 мен 2. Сонда сызбамыз осылай. Төртінші есеп. Ауруханада бала туғанда нәрестелердің салмағын өлшейді дейді. 50 нәрестенің дене салмағы 10 грамм дәлелдікпен өлшенген. Нәтиже кестеде берілген дейді. Деректерді желіктердің интервалдық кестесі түрінде келтіріп, интервалды 3 қадаммен құрыңдар дейді. Сонда қараңыздар, 3 қадам деген сөзіміз міне алғашқы үшеуін біріктіреміз деген сөз. Сонда 3,3 пен 5,5-ке дейінгі аралықта 2 бала, 6 бала, 8 баланы қоссақ 16 бала шығады. Ал мына жерде 3,6 мен 3,8-дің аралығында 10, 12, 11, 7. Сонда 28 бала деген сөз. Ал мына жерде уже 3,9 мен 4,5-ті біріктіреміз. Сонда бізде 6 бала деген сөз. Интервалдық кестеміз. Үшінші есеп. 2 темір жол станциясының арақашықтығы бізде айтып тұр 96 километр. Бірінші пойыз бұл арақашықтықты екіншісіне қарағанда 40 минутқа тез жүріп өтеді. Бірінші пойыздың жылдамдығы екіншіге қарағанда 12 км сағатқа артық. Екі пойыздың жылдамдығын анықтаңыз дейді. Берілген жазып аламыз бірінші. Берілгені S тең 96 км. Бұл жерде мына жердегі тұрақты қарағанда деп тұр. Сонда біздегі V тең X қосылған 12 болады. V2 тең X болады. Біз жеке-жеке жылдамдықты анықтауымыз керек. Жазамын. Сонда T1 деген сөзіміз 96 бөлінген X қосылған 12-ге тең. Ал T2-міз тең 96 бөлінген 2-ге. X-ға. Екеуін мына жерде айтқан бірінші пойыз бұл арақашықтықты екіншіге қарағанда 40 минут артыққа жүріп өтеді. Сонда біз екіншіден біріншіні аз айтқанда 40 минут жол керек.
96x азайтылған 96 бөлінген x қосылған 12 тең 3-тен 2 болады. Мына жердегі 40 минутымыз тең 40-тан 60, ол деген сөзіміз 20-ға бөлеміз 2-ден 3 сағат. Ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім берген кезде 96 x қосылған 12 азайтылған 96x. Бөлшектің бөлімінде x қосылған 12 болады. Тең 3-тен 2-ге. Көбейтеміз. 96-ны x көбейтсек 96x 12-ге көбейткен кезде бізде 1000 қосамыз. 1152 шығады. Азайтамыз 96x. Бөлшектің бөлімінде x қосылған 12 тең 3-тен 2-ге. Сонда мына екеу бір-бірінен жолып кетеді. Тең емес. 1152 көбейтілген 3 болады, тең болады 2x қосылған 12. Пропорцияны есептедім. Ары қарай. Ой, көрінбей қалыпты. Сонда мына жерде екеуін көбейткен кезде 3, 4, 5, мына екеуі 6 болады. Тең 2x-ін 4 квадраты қосылған екеуі 24x. Ары қарай квадрат теңдеуді шығарамыз. Сонда бізде 2x-тің квадраты азайтылған қосылған 24x азайтылған 3456 тең 0. Бөлеміз 2-ге бөлінеді. Сонда x квадрат қосылған екеуін бөлген кезде 12x. Наны бөлсек 1728 тең 0 болады. Енді дискриминантты анықтаймыз. Дискриминантты анықтаған кезде сонда d тең бізде 12-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 1728 деген сөз. Бұл жерден бізде 144 қосылып кетеді екеу, 2 минус плюс береді. 6912 болады. Ол деген сөзіміз 7056. Ол 84-тің квадраты. Ары қарай біз x1 мен x2-ні анықтаймыз. x1 мен 2. Бізде формулада плюс, сонда минус 12, плюс минус 84, бөлшектің бөлімінде 2. Сонда x1-іміз қосылған кезде екеуі 96-ны берді. 96-ны 2-ге бөлсең 48, минус 48 болады. x2 азайтылады 72. 72-ні бөлсек 36 болады. Сонда 36 мен 48. Енді бізде минус деп қарастырамаймыз ғой. Сонда тек 36-ны қарастырамыз. Өйткені бізде минус 48 деген километр жоқ. Сол үшін v1 тең 36 қосылған 12 тең болады 48 километр сағат. Ал v2 36 километр сағат. Жауабы v1 48, v2 36.
километр бөлінген сағат. Алтыншы есепте бізде айтылған, кестеде тауарлардың сататын дүкеннің оқушылары дәптерлерін сату кезіндегі кіріс, яғни y тең x квадрат қосылған 3x азайтылған 40 функциясымен берілген. Мұндағы y кіріс x бір дәптердің бағасы дейді. Егер бір дәптерді 15 теңгеден сатып алса, қанша кіріс кіреді? 660 теңгелік кіріс дәптер түсу үшін дәптерді қаншамен бағалау керек? Қандай бағамен дәптерді сатқанда ешқандай кіріс кірмейді. Енді бірінші 15 теңге. Сонда x-ің орнына 15-ті қойып есептейміз. 15-ті қойып есептегенде 230 теңге. Сонда бізде 15 теңгеден сатса 230 теңге кіреді деген сөз. Келесі, екіншісінде бізде 660 теңге кіріс кіру үшін дәптерді неше теңгеден сату керек дейді. Есептейміз. Бұл жерде тең деп қарастырамыз. Дискриминант шығады. Квадрат теңгеді шығарамыз. Мәндерін табамыз. Мына жерде тек жауабын 25 деп аламыз. Өйткені минус 28 деген теңге жоқ. Сосын жауабы 25 теңгеден сатса 660 теңге ғана пайда табады. Үшінші, қандай бағамен дәптерді сатқан кезде ешқандай пайда жоқ дейді. Кіріс жоқ деген сөз. Бізде тең 0 деп қарастырамыз. Өйткені еш нәрсе таппайды. Дискриминантты шығарамыз. Дискриминанттың мәнін тапқан кезде минус 8 бен 5 шықты. Бұл жерде минус 8-ді есептің шарттың қанағаттандырмайды. Сонда 5-ті қарастырамыз. 5 теңгеден дәптер сатса ешқандай пайда жоқ. Келесі, жетінші есепте бізде айтады. Кестеде дүкендегі қаламдардың бағасы бойынша кесте берілген дейді. Мына жерде қаламның бағасы, мынерде қалам саны 51 теңгеден бір дәптер. Қаламдардың ішінде нешеуінің құны 53 теңге мен 55 теңгенің арасында дейді. Міне, 53-тен 3, 54-тен 8, 55-тен 8. Сонда жалпы бізде 8 қосылған 8 16, оған 3 қосса 19. Сонда 53 пен 55-тің арасында 19 қалам бар деген сөз. Екінші, қаламдардың орташа бағасын анықтаңдар дейді. Сонда біз 51-ден 1, сонда 51 көбейтілген 1, 52-ден 2, 52 көбейтілген 2, 53-ден 3, 53 көбейтілген 3, 54-ден 8, 54 көбейтілген 8 деп жазамыз. 55-ден 8, 55 көбейтілген 8, қосылған 56-дан 5, 56 көбейтілген 5, 57-ден бізде 3, сонда 57 көбейтілген 3. Ал жалпы қаламдардың саны бізде 30, сонда 30-ға бөлеміз. Сонда жуықтап алғанда 54,56 теңге деп шығады.